Өңір аудандарында жас сарбаздарды қарсы алу, шығарып салу салтанаты өтті. Оның ішінде Жаңақала ауданында әскери борышын өтеген жастар еліне аттанса, ал Шыңғырлауда өзге өңірде қызмет еткен жас жауынгерлер туған жерге оралды. Шыңғырлау ауданында елге оралған жауынгерлерді қарсы алу іс-шарасы өтті. Бір жыл бұрын батыс қазақстандық 29 жас Ақтау қаласындағы әуе қорғаныс күштерінің қатарына алынған еді. Осы аралықта олар әскери борышын мүлтіксіз атқарып, жоғары басшылықтың алғысына бөленді. Жалпы ауданнан 15 жас әскерге аттанса, қазір солардың 6-ы туған жерге оралды. Казталов ауданынан 2022 жылы көктемінде Ақтау қаласы 51809 әскери бөліміне әскерге шақырылдым. Сол жерде бір жыл әскери борышымды өтеп, өзімен бірге достар тауып, еліме, отаныма қызмет етіп келдім. Мұндай іс-шаралардың мақсаты ел әскерінің беделін арттыру, әрі жастардың қызығушылығын ояту. Ол әскери патриоттық тұрғыда атқарылып жатқан кешенді жұмыстың жалғасы. Рауан Дәли, Ержан Тойлыбаев, Евгения Потапова, Қалбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.